Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге ауыл партиясының керек-дерек айдары. Бүгін ауыл аманаты бағдарламасы туралы толықтай айтатын боламыз. Ауыл аманаты бағдарламасының негізгі мақсаты ол азаматтарға өз кәсібін ашу мүмкіндік беру, немесе жаңа жұмыс орындарын құру арқылы ауыл тұрғындарының табысын арттыру. Енді 2,5% несие туралы айтайық. Несиенің номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2,5%-тен аспайды. Микрокредиттің мерзімі 5 жыл, ал мал шаруашылығы жобаларына 7 жылға дейін беріледі. 1 жылға дейін демалыс қарастырылған. Несиенің ең жоғарғы сомасы ол 2,5 мың және 8 мың айлық есептік көрсеткішке дейін алуға болады. Яғни 2024 жылғы есеппен қарасақ, 9,230 мың және 29,536 мыңға дейін несие алу мүмкіндігі бар. Бұл несие алу үшін негізі талаптар қойылады. Олар несие алушы жеке кәсіпкер болып тіркелуі керек. Басқа несиелер бойынша мерзімі өткен жарналар болмауы тиіс. Мемлекеттік кірістер органдарынан берешек болмауы тиіс. Несие алу үшін кепіліңіз болуы керек. Зейнет жасына жетпеген болуыңыз керек және сол ауылда 1 жыл тұрған болуыңыз шарт. Ал енді кепіл туралы талқыласақ. Кепілге ол жер, техника, үй, машина қойсаңыз болады. Несие беріп жатқан кезде сіздің берген кепіліңіздің 50 немесе 60% ғана бағаланып, сол сома ғана берілетін болады. Ауыл аманаты жобасының негізгі қаржыландыру бағыттарын талқылап шығайық. Олардың ішіне өңдеу саласына қатысты жобалар кіреді, өсімдік шаруашылығын дамыту, ауыл шаруашылығының кооперативтерін жабдықтау, немесе мал шаруашылығын дамыту және басқа да бағыттағы бизнес жобалар қаржыландырады. Несие алушы ауыл тұрғындары ауыл шаруашылығы кооперативіне кіруіне кеңес береміз. Неге десеңіз, бұл арзан бағамен жер сатып алуға, жер жыртуға және де техникаларды арзан бағамен пайдалануға мүмкіндік береді. Қысқасы, кооперативке кірудің пайдасы көп. Бірнеше кезекте сату мәселесі шешіледі. Ал астыңғы сілтемеге өтіп, несие алу үшін керек құжаттар тізімін алсаңыз болады. Бізбен бірге болғаныңыз үшін алғыс айтамыз. YouTube арнамызға тіркеліңіз, лайк қоюды ұмытпаңыз.